Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін 3-ші тоқсан бойынша дүниетану пәнінің тжб-сын талдайтын боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Ендеше тжб-ны талдауды бастайық. 90 бойынша жиынтық бағалау, ұзақтығы 40 минут. Бұл тжб-да бізге 6 тапсырма берілген екен. Қазір барлығын біртіндеп орындап бастаймыз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Далалы жердің климатын сипаттап жаз дейді. Жазда ыстық және құрғақ келеді, ал қысы қатаң, қар аз болады. Жылына 300 мм-ге дейін жауын шашын түседі. Бірақ мұның мөлшері солтүстіктен оңтүстікке қарай азая береді. Климат жағдайлары егін шаруашылығымен айналысуға толық мүмкіндік береді деп жазсаңдар болады. Екінші сұрақ: далалы жерде қандай шаруашылық түрлерін дамытуға болады? Мал шаруашылығы мен егін шаруашылығын дамытуға болады. Екінші тапсырма: суретке қара. Бұл жерлерде қандай табиғи апаттар туындауы мүмкін? Бірінші суретте тау, қар бейнеленген, яғни таулы жерлерде қар көшкіні орын алуы мүмкін. Екінші суретте су дегенде мысалы көл болуы, өзен болуы мүмкін, немесе теңіз, мұхит болуы мүмкін. Су тасқыны, ондай жерлерде су тасқыны болады, цунами болады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бұл табиғи апат қандай зиян келтіруі мүмкін? Қар көшкінінен де, су тасқынынан да жануарлар, табиғат зардап шегуі мүмкін. Мысалы ормандағы жануарлар, мысалы тауда мекендейтін жануарлар зардап шегуі мүмкін, мысалы, және табиғат зардап шегуі мүмкін. Тауға, теңізге жақын орналасқан үйлер болса, үйлер мен адамдар да зардап шегуі мүмкін екен. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырма: суреттер бойынша жасанды ортадағы қауіпсіздік ережелерін құрастырып жаз дейді. Бірінші суретке қарайық. Көшеде бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды. Саған кәмпит беремін десе де, соңынан еріп кетпе, сені белгісіз жерге ұрлап алып кетуі мүмкін. Екінші суретке қарайық. Ашық терезеге жақындауға болмайды, себебі байқаусыз құлап кетуі мүмкін. Үшінші: күн жылы кезде мұз үстіне шығуға болмайды. Мұз еріп кетсе, суға түсіп кетуі мүмкін деп жазсақ болады екен. Сонымен төртінші тапсырмаға келдік. Кескін картадан Каспий және Арал теңіздерін, Балқаш көлін белгілеп, атауын жаз дейді. Бірінші Каспий теңізі, бұл батыс өңірінде орналасқан. Ақтаудағы Каспий теңізі үлкен теңіздердің бірі Қазақстандағы. Екінші Қазақстанның оңтүстік батысында орналасқан, бұл Арал теңізі. Арал теңізін белгілеп кеттім. Және Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан Балқаш көлін, әлемдегі ең ұзын көлдердің бірі, соны белгілеп кеттім. Осы картадан қарап көріп алыңдар. Келесі тапсырмаға өтейік. Бесінші тапсырма: берілген тұжырымдарды оқы. Дұрыс және бұрыс тұжырымдарды анықтап, плюс және минус таңбаларымен белгіле дейді. Бірінші тұжырым: жер өз-өзінен айналғанда оның полюстері айналмайды. Бұл плюс, бұл яғни дұрыс. Меридиан жерді оңтүстік және солтүстік шарты шарға бөледі. Бұл дұрыс емес, минус қоямыз. Экваторға қатарластыра жүргізілген сызықтарды параллель деп атайды. Бұл дұрыс, плюс қоямыз. Полюстердің арасын қосатын сызықтарды экватор деп атайды. Бұл дұрыс емес, минус қоямыз. Енді қате берілген тұжырымдардың дұрыс нұсқаларын жаз дейді. Бірінші: экватор жерді тең екі жарты шарға бөліп тұрады. Екінші: оңтүстік және солтүстік полюстердің арасын қосатын сызықтарды меридиан деп атайды. Осылай дәптерімізге жазып алайық. Соңғы 6-шы тапсырмаға келіп біз балалар картадан экваторды, параллель және меридиан сызықтары бастырып жаз. Олардың атауын жаз дейді. Енді картаға назар аударайық. Картадағы дәл ортасынан өткен сызық, ол меридиан сызығы, яғни төменнен жоғары қарай өткен сызық. Енді ортада екі сызық берілген, соның үстіндегі сызық ол параллель сызық. Параллель болады, және дәл осы жер шарын тең екі жарты шарға бөліп тұрған ортадағы түзу сызық, бұл экватор болады балалар. Сонымен біз дүниетану пәнінің тжб-сын талдап бітірдік 3-ші тоқсан бойынша. Барлық тапсырмаларды
орындадық балалар. Енді осындай тжб бжблар уақытылы тез шығып тұрған қаласаңдар, каналға жазылып кетіңдер, өйткені алғашқы шыққан сабақтар сендерге бірден көрінетін болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.